1 марта. День благодарности в календаре отныне особая дата. Наш Казахстан, наша независимая страна, не всегда была такой красочной и спокойной для проживания. Именно в этот день мы громко можем благодарить наших предков и народ, который дал нам возможность так жить. Много наций, много возможностей. Хорошее, настоящее, красивое будущее ждет нас впереди. Мы, молодежь, которая живет уже в независимой стране. И все, что нам остается, это идти в поднятый вверх головой и развиваться, зная, благодаря кому мы все это имеем. The 1st of March is a day of gratitude from now and there and a special date in the calendar. Our Kazakhstan, our independent country, has not always been so colorful and calm for living. It is on this day that we can loudly thank our ancestors and the people who gave us the opportunity to live like this. Many nations, many opportunities, good present and beautiful future awaits us ahead. We are young people who already live in an independent country, and all that remains for us to develop and go forward with our heads raised, knowing who thanks to whom they have and all this. Бірінші наурыз жазушылық күні. Бұдан былай күн сізге ерекше күн бар. Біз Қазақстан тәуелсіз еліміз әрқашан өмір сүру үшін соншалықты түрлі түсті және тыныш болған емес. Дәл осы күн біз ата-бабаларымызға және бізге осылай өмір сүруге мүмкіндік берген адамдарға алғыс білдіре аламыз. Алдымызда көптеген халықтар, көптеген мүмкіндіктер, қазіргі және әдемі болашақ күтіп тұр. Біз қазірдің өзінде тәуелсіз елдің өмір сүріп жатқан жастармыз. Және бізде күнге рахмет осыны бәрін білетінімізді біліп, алға ұмтылу ғана қалады. 1 март күні үміт берген тәуелсіздікте енді мақсат мұрат мавжуд. Біздің Қазақстан үстінчі мемлекетіміз har doim ham sayohat bo'lish uchun uchragan хан bilan vajal болмаған. Армысыздар, құрметті көрермендер. 1 наурыз күнін қазақстандықтар алғыс айту сөзімен бастайды. Бұл мейрамның маңызы зор, тарихи құндылығы бар, және де маңызы бар. Первый день весны казахстанцы встретят со словом «спасибо». 1 марта отмечает молодой, но с очень глубоким смыслом праздник День благодарности. Первый президент Казахстана этот день инициировал в 2016 году. Алғыс айту күні, қайырымдылық дәстүрлерін әлеуметтілік, ынтымақты және де өзара көмек көрсетуді қолдау күні. Бұл репрессия мен жер аудару жылдарында біздің халық көрсеткен мейірімділік пен ақкөңілділік, қолда бармен бөлісу және де көмек көрсету сынды рухани дәстүрлер күні. Казахский народ всегда отличался гостеприимством, добродушием, пониманием и состраданием. Они всегда были толерантны по отношению к представителям других народов. Многие люди, оказавшиеся в Казахстане в годы сталинской репрессии, с теплотой и благодарностью вспоминают казахский народ, которые любыми путями спасали людей различных национальностей и вероисповеданий. Сталиндік қуғын сүргін жылдарында Қазақстанда 11 арнаулы лагерь құрылды. Олар Алжир, Карлаг, Степлаг, Даллаг, Песчанлаг, Камышлаг, Жезқазғанлаг, Ақтөбе, Петропавл, Кеңгір және Өскемен лагерлері сияқты 100 мыңдаған тұтқындар қамалған. Бірақ босағаннан кейін олардың барлығы бірдей кетіп қалған жоқ. В огромный лагерь посреди казахской степи, где зимой морозы доходили до 40 градусов, а бараки были построены из смеси глины и соломы. Отправили тысячи женщин. Виновны они были лишь в одном. Им довелось оказаться женами тех, кого во время сталинских репрессий сочли изменниками Родины. Голод, холод, болезни и нескончаемая вера в справедливость. Из истории Алжира. Как-то в зимнее утро узницы лагеря несли с ближайшего озера охапки камыша, который использовался в строительных целях в качестве матрацев и топлива. Через некоторое время на берегу появились старики и дети, которые стали кидать заключенных в камни. Конвоиры со злорадством смеялись, мол, видите, вас не только в Москве, но и здесь, в ауле никто не любит.
кисловатый. Этот удивительный продукт национальной казахской кухни. Курт спас многих людей от голода. Он был помещен в Национальный музей и стал символом этого праздника. О Господи, да это ведь не камень, от него так пахнет молоком. И в душе затрепетал надежды пламень, а в горле стал ком. Так вот, что придумали старики, вот за что женщины детьми рисковали. Они нас от болезней берегли, они нас от безверия спасали. Они поняли, что мы не враги, а просто несчастные женщины. И чем смогли, помогли, поразив нас своей человечностью. Я молча поползла по льду, собирая драгоценные камни. Теперь я отвратила от них беду, спасая их от охраны. А ночью в холоднейшем бараке, на оскверненной палачами земле, я немка молилась мусульманскому богу. Да ничего не просила себе. Я просила старикам здоровья, женщинам-матерям счастья. Особенно я молилась за детей, чтоб они не видели несчастья. Я прошла все круги ада, потеряла веру и друзей. Но одно я знаю, что только так и надо воспитывать детей. Ұлы Отан соғысы жылдарында кеңестік социалистік республикалар одағында көптеген адамдарды, тіпті тұтастай халықтарды күштеп жер аудару орын алды. Оларды қоныстандырған жердің негізгі қатарында Қазақстан да бар болатын. Екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңында және соғыс жылдарында Қазақстанға жер аударылған корей, чечен, ингуш, түрік, болгар, қырым татарлары және басқа халықтар мен этникалық топ өкілдері соғыс кезінде және соғыстан кейінгі жылдары республикада халық шаруашылығының барлық саласында еңбек етіп, оның өркендеуіне өз үлестерін қосты. Бүгінде олар Қазақстан Республикасының тең құқықты азаматтары. Добрый день, дорогие друзья! Я являюсь студентом геолого-разведочного колледжа. Меня зовут Нам Артур, я из группы Г-91, моя национальность корейец, чем я очень сильно горжусь. Свою благодарность я хочу начать с небольшой предыстории. А все начинается в далеком 1946 году, когда моя прабабушка, ветеран Великой Отечественной войны, встретила моего прадеда. Позже ими было принято решение переехать в Казахстан, в город Семипалатинск. Почему ими было принято решение переехать именно сюда? Именно в городе Семипалатинск они нашли спокойную и размеренную жизнь. Позже они нисколько не пожалели, что переехали именно на казахские степи. Здесь они образовали свою семью, пустили корни. Прабабушка по национальности была мордовкой, а прадед был русским. Это бабушка и дедушка со стороны моих родителей, со стороны матери. Также стоит отметить, что Казахстан на протяжении всего времени помогал, оказывал гостеприимство разным странам. Ярким примером является мой отец, родом из Узбекистана. По национальности он кореец. Приехал он сюда в поисках лучшего образования. Так уж сложилась судьба, что мои родители встретились в одной группе, в одном городе и в одном учебном заведении. Позже появился я. Я очень горжусь, что я вырос именно в окружении казахского народа, был воспитан именно в казахской культуре. В этот чудесный и знаменательный день я хочу выразить благодарность всему казахскому народу и всему Казахстану. Я от всей души желаю чистого неба над головой, богатства, стабильности и, конечно же, самое мое заветное желание, чтобы мы на долгие-долгие годы оставались такой же крепкой и дружной семьей. Я с гордостью говорю, моя родина Казахстан, менің отаным Казахстан. Кумапсимнида, Сюкпря. Благодарю. Рахмет. Менің есімім Гүлзанчу Кристина Евгеньевна. Мен геологиялық барлау колледжінің ойысқан лекторының 1-ші курс студенті боламын. Менің ұлтым украинка. 1941 жылы соғыс басталған сәтте менің атам Гүлзанчук Анатолий Анатольевич отандық борышын өтеуге майданға аттанған болатын.
1943 жылы 305 адаммен бірге менің атам Қазақстан еліне қоныс аударған. 1944 жылы атам қатты жарақаттанып ауруханаға түскен болатын. Бұл ауруханада менің апам Жуксенчук Николаевна санитарлы қызметін атқарып, атама қамқор болды. Осылайша екеуі ауруханада танысып, соғыс аяқталған сәттен бастап қазақ елінде тұрып отбасыларын құрды. Мен өзімнің отбасымның атынан осындай кеңестік кезеңде жаппай депортацияға ұшыраған, түрлі ұлт өкілдеріне қамқор болған қазақ еліне айтар алғысым шексіз. Здравствуйте, меня зовут Литвиненко Никита. Я являюсь студентом геолого-разведочного колледжа. Я учусь на первом курсе в группе Г02А. По национальности я русский. Во времена Великой Отечественной войны моя прабабушка вместе с детьми была эвакуирована из Украины в Казахстан. Именно в Казахстане они обрели спокойную, безмятежную жизнь, образовали семью и нисколько не пожалели о жизни среди казахских степей. Издревле считается, что казахский народ мирный и гостеприимный. Народы других стран знают, что казахский народ вежливый и заботливый. Я хочу выразить благодарность казахскому народу за то, что мои родные счастливы и здоровы. Благодарен за то, что я и мои близкие живут под мирным небом. Благодарю казахский народ за возможность получить образование. Я благодарен казахскому народу за его красоту и доброту. Я рад, что живу в таком обществе, где нет расизма. Сәлем, мен Үмитжан Семей қаласы геологиялық барлау колледжінің 2-ші курс студентімін. Өзбек ұлтынан боламын. Менің атам өзбек, атам 1936 жылдары 1937 жылдары ашаршылық, жаугершілік, сақманшылық кезеңде өзбек жерінен қазақ жеріне қоныс аударады. Атамның бұл қоныс аудару себебі қазақ жерінің кең пейілдігі, кең байтақ жері, қазақ жерінің табиғатының көркемділігі. Сөйтіп қазақ жерінде осы жерде мәңгілікке осы жерде қалады. Яғни кейін менің ата-анам дүниеге келіп осы жерде мен дүниеге келдім. Мен осы жерде туылып өскеніме, қазақ жеріне туылып өскеніме мақтан етемін. Яғни 1-ші Наурыз алғыс айту күнімен баршаларыңызды құттықтап, баршаларыңызға, қазақстандықтарға, барша қазақ елінің адамдарына мен көп алғыс айтамын. Я студент первого курса группы Г01А геолого-разведочного колледжа Бурсакова. Я вдячный казахстанскому народу за то, что в далекий 1939 год переселение моих предков из России и Белоруссии этничные казахи не дали им померти с голоду. Ты нелегкие часы обогрели, накормили, дали притул, приняли на свои земли, дали магчимость жить, працаваць, сябравали ўсі, свята справляли за великим дастарханом, разом подымали целину, будовали города, гадавали детей. Казахский народ подарил самое каштановое, гэта жыты моим продкам, бацькам и мне. Я вдячны казахстанскому народу, что я живу, вучусь на гэтай прасвятной землі. Я дякую за мир на казахстанской земле, за вашу дружбу, за вашу гостинность, за то тепло, что есть у вас, у вашей души. Дякую. Исмім Шнайдер Зарима Кайратовна. Мен геологиялық барлау колледжінің 1-ші курс студенті боламын. Жалпы 1941-45 жылдар аралығында, яғни 2-ші дүниежүзілік соғыс кезіндегі қоныс аудару уақытында менің атамды Қазақстанға алып келеді. Оның ұлты неміс болды. Атам Қазақстанда қазақ мектебін бітіріп, ауыл шаруашылығымен айналысты. Сол уақытта апамды кездестіріп, көп балалы отбасын құрды. Соның біреуі менің әкем, оның есімі Қайрат. Барлығы семейде туылды, өз орындарын Қазақстанда тауып, елімізге адал қызмет атқарып жүр. Менің атам 80 жасқа келіп, өзінің қиын өткен балалық шағын есіне түсіріп отырады. Сол қиын қыстау заманда қазақ елі қол үшін созып көмектескені үшін өзінің ризашылығын білдіреді. Ерлік елге мұра, ұрпақ қалаға. 1 Наурыз алғыс айту күні қарсаңында Керей мен Жәнібек ханға ерекше алғысымды білдіргім келіп тұр. Себебі олар қазақ хандығының құруына себепші болды. Мүмкін Керей мен Жәнібек хан болмаса, қазақ деген ел мүлде болмаушы еді. Келесі болып біздің жерімізді және сол жеріміздің бірлігі үшін күрескен, және тілімізді, дінімізді, салт-дәстүрімізді қазіргі заманға шейін сақтап келген ата-бабаларыма басын дейіп алғыс білдіремін.
осынау мамыражай бейбіт өмір сүруіміз сіздердің арқаларыңыздан. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгінгі күн алғыс айту күні. Алғыс айту бұл ең алдымен елімізде тыныштықпен үндестік, өзара сенімділікпен барша қазақстандықтарға деген құрметтің орнығуына негіз болған президенттің бейбітшілік пен келісім саясатының салтанатты күні. Бүгінгі күнді тәуелсіздік жолында күрескен ата-бабамызға алғыс айтумен бастау қажет. Себебі тәуелсіздік бізге оңайшылықпен келген жоқ. Қаншама қан төгіс, мыңдаған адам құрбан болды. Сонау қиын қыстау заманда ата-бабаларымыз басынан түскен ауыртпалықты қайыспай еңсеріп, елім, жерім деп соққан жүректері мен күш-жігерлерінің арқасында тәуелсіздікке қол жеткізіп отырмыз. Тыныштық орнаған бейбіт елде өмір сүріміз ата-бабамыздың бізге қалдырған асыл мұраты. Сондықтан тәуелсіздік жолында аянбай тер төккен ата-бабаларымыз үшін басым дейіп алғысымды білдіремін. Рахмет. Құрметті студенттер, қайғынды іс, жақсы ой, кіршіксіз сезімді ешқашан ешкімнен аямаңдар. Рахмет деген жақсы сөзді әрқашан қолданып жүріңдер. Әлемде бейбітшілік болсын. Дорогие друзья, давайте быть друг другу добрее и чаще говорить спасибо, ведь доброта спасет мир.